Уағызсыз Құран түсіндіремін. Part 13. Егерде сіз Құранда тек қана жәннат, тозақ және ақырет, яғни адамдар көрмеген, бармаған заттар ғана жазылған деп ойласаңыз, онда қатты қателесесіз. Құранда жақын болашақты болжаған кереметтер де бар. 620 жыл Мекке қаласы. Сіздерге сол уақыттың атмосферасы толықтай түсінікті болу үшін әңгіме қылып айтатын боламыз. Пайғамбарлықтың алғашқы жылдары Мекке пұтқа табынушылардың қаласы. Тіпті Қағбаның іші де пұттарға толы еді. Сол уақытта мұсылман болып үлгерген адамдардың саны 150-200 адам, және оның жартысы пұтқа табынушылардың құлдары. Мұсылмандарға бүкіл қала, бүкіл ел қарсы, оларға қарсы бойкот жарияланған. Мұсылмандармен саудаласуға, қыз алысып берісуге, олармен тіпті сөйлесуге де болмайды. Осындай мұсылмандардың өте әлсіз кезеңінде пайғамбарымызға түнгі саяхат сүресінің 76 аяты түседі. Аяттың мағынасы: олар сені түрткі салып Меккеден шығара жаздады. Сонда олар сенен кейін өте аз тұрады делінген. Осы аят түскеніне 2 жыл өткенде пайғамбарымызға өте үлкен қастандық жасалады. Арабтың әр руынан бір адам таңдалып, 20-30 адам пайғамбарды өлтіруге тырысады. Бірақ Алланың қалауымен пайғамбарымыз Меккеден қашып шығады. Қараңыз, уже бірінші болжам орындалды. Пайғамбарға түрткі салып Меккеден қуып шықты. Ал Құрандағы договор бойынша, егерде олар пайғамбарды қуып шықса, өздері де көп ұзамай құриды. Пайғамбарымыз Меккеден Медина қаласына көшкелі 1,5 жыл өткенде Бәдір атты алапат соғыс болады. Сол шайқаста Меккенің бүкіл элитасы, яғни байлары, қолбасшылары, полковник, генерал барлығы түгелдей қырылады. Ал тура 6 жыл өткеннен кейін пайғамбарымыз сол уақыттың ең көп 10 000 әскерін жинап Меккені соғыссыз басып алады. Яғни пайғамбарымызды Меккеден қуып шыққаннан кейін 8 жыл ішінде Меккенің бұрынғы әкімшілігінің барлығы жойылған болатын. Ал 8 жыл деген қала мен мемлекеттің бағытын өзгерту үшін өте аз уақыт. Құдай тағаланың осы аятта болашақ жайлы жазған 2 болжамы да ең қысқа уақытта орындалды. Осылайша Құран адамның сөзі болмағанын тағы бір рет дәлелдеген болдық. Және бүгінгі әңгімеміз 14-ші бөлімнің бастамасы, яғни трейлері. 14-ші бөлімде Рим империясының Құранда жазылған болашағы жайлы айтатын боламыз. Мединадағы Мәсжид әл-Набауи мешітінің балконына қалай шығуға болады? Қарашы, қандай керемет. Мединадағы пайғамбар мешітінің үстіне, яғни балконға шығуға болатынын білген бе едіңіз? Бұл жер әсіресе восход пен закатта өте тамаша көрінеді. Және бұл жерде адамдар аз болады. Егерде сіздер Мединаға келуді жоспарлап жүрсеңіздер, сіздерге пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Мен бұл жерде 2 апта жүріп балконға шығуға болатынын жаңа ғана білдім. Мен сияқты 2 апта қиналмау үшін сіздерге 2 минуттық видео көрсетем. Осы видеоны сразу осы жер сразу тауып аласыздар, келесіздер ғой бұйырса. Міне бүйтесіздер. 20-шы есік немесе 21-ші есік. Мына арабша 21-ші есік, былай қарай кіресіздер. 21-ші есік. Мына жерден бүйтіп чик-чик-чик етіп ары бері видеоға, фотоға түсірсеңіз болады. Умра қажылыққа келуді жоспарлап жүрсеңіз, өзіңізге осы видеоны сохранить етіп қойыңыз. Ертең таппай қаласыз. Сіздерге ең жақын уақытта Мединаға келулеріңізді Құдай тағала нәсіп етсін. Және қажылыққа келгісі келіп жүрген досыңызға да осы видеоны жіберіп қойыңыз. Сіз ғана емес, досыңыз да осы локацияны біліп жүрсін. Бұл жерде жұма намазда да, 5 уақыт намазда да бұл жер, яғни біраз пустой болып тұрады, яғни толмайды. Сіздер осы жерге келіп намаз оқысаңыздар болады, рахаттанып. Немесе мына жаққа ашық далаға келесіздер де, аспан қарап, бүйтіп 1 сағат, 1,5 сағат ұйықтап аласыз. Пайғамбар саллаллаху ән жатыр. Пайғамбар саллаллаху мазар ар жақта, осы жаққа келесіз, қарап жатып ұйықтап қаласыз. Бұл жер ең жақсысы балаларға жақсы. Садик сияқты бүйтіп қолына ұстайсыз, давайте ойнаңдар дейсіз. Құлай қарай ойнайды, құлайтын, түсетін, құлақ болатын, ұшып кететін жерлер Құдайға шүкір жоқ. Ана қарасаң балалардың да жүгір жүресіз. Кіретін 2 вход болады, сол үшін де балаларға алаңдамасаңыз болады. Біреу мына жерде 21-ші этаж, 21-ші номерден біреу осы жерден кіреді, екіншісі 9-ші есік деген ар жақтан кіреді, 9-ші есік. Яғни 2 жерден ғана кіре аласыздар. Егерде Құдай тағала сіздердің келгендеріңізді қаласа, осы жерге келесіздер, намаздарыңыз, құлшылықтарын жасайсыздар да, осы видеоны сохранить етесіздер да, осы видеоны табасыздар да, 2 минуттың ішінде осы жерге келіп, жақсы демалып, видео түсіріп қайдасыздар бұйырса. Алдағы уақытта шығатын бір талай пайдалы ақпараттар бар. Сол пайдалы заттардан құр қалып қалмас үшін подписаться етуді ұмытпаңыз.
Құранда Рим империясына қатысты аят, тіпті Рим деп аталатын сүре болғаны мені осы уақытқа дейін таңғалдырып келген еді. Сөйтіп сол аяттарды зерттей келе Құран Рим империясының нақты болашағын болжап қойған екен. Тіпті бұл оқиғаға қазақтардың да қатысы бар. Уағызсыз Құран түсіндіремін, парт 14. Құрандағы Рим сүресіндегі аяттың мағынасы: Римдіктер жеңілді, ең төменгі жерде. Бірақ олар бұл жеңілістерінен кейін 3-тен 9 жыл ішінде қайта жеңіске жетеді делінген. Бұл аят нақты түсінікті болу үшін сіздерге предисториясын айтатын боламыз. 614-615 жылдары отқа табынушы Парс империясы мен Византия, яғни Рим империясы соғысы кезінде римдықтар өте қатты таяқ жеген болатын. Бұл жай ғана жеңіліс емес, ғалымдардың сипаттауы бойынша римдықтардың клиникалық өлімі деген екен. Рим мемлекет ретінде жойылуға аз қалған сәті өзінің 90% жерінен айырылған. Сіз оны қоя беріңіз. Христиан әлемінің қасиетті астанасы Иерусалимді парсылар басып алып, Иса пайғамбарды керілді деп сенетін крестті трофей ретінде парсылар өз астанасына алып кеткен екен. Түсіндіңіз бе қандай жеңіліс екенін? Сол үшін де парсылар қазіргі уақытта Америкамен разна-раз төбелесіп жатыр. Алып империяны жою парсылардың қанында бар. Бірақ дәл сол римдықтар жеңілген кезде пайғамбарымызға түскен аят бойынша римдықтар 9 жыл ішінде қайта жеңіске жетеді деп жазылған. Сол кезде мұсылман болмағандар былай деді: ей, олар римдықтар жойылды, бітті, олардың әскер деп атайтын ешкім қалмады, қалай олар қайта жеңіске жетеді деген еді. Бірақ 622 жылы Геракл бірінші Хазар қағанатымен, яғни түркілермен одақ құрып, біздерден үлкен атты әскер көмегін алады. Мен мынаны оқып таңғалып отырмын. Біздің де жүрмейтін жеріміз жоқ екен. Қайда соғыс болса бізде баса беріппіз ғой әйтеуір. Содан түркілердің көмегімен 624 жылы Парсы елінің қақ ортасына басып кірді римдықтар. Және бұл 615-те жеңіліс тапса, 624-те жеңіп алады. Құранда жазылғандай тура 9 жылдың ішінде жеңіп шықты. Ал осы аяттың екінші кереметін айтпай тұрып подписация етуді ұмытпаңыз. Әлі Құрандағы талай ғылыми жаңалықтарды ашатын боламыз. Және достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Ертең сіздің арқаңызда бір адам мұсылман болатын болса, арғы жақта орасан зор көмегі тиеді. Екінші кереметі, аят бойынша римдықтар жердің ең төменгі жерінде жеңілді делінген. Ал 615 жылы парсылар мен римдықтар соғысқан жері өлі теңіздің маңы болатын. Қазіргі заманның ғалымдары спутник пен географиялық өлшемдер арқылы жерді сканировать еткенде өлі теңіздің жағалауы құрлықтың ең төменгі нүктесі, яғни -430 метр екен. Ал енді 1400 жыл бұрын спутник пен Google карта жоқ кезде бір адам құрлықтың ең төменгі нүктесін қайдан білді? Сіздерге бір сұрағым бар. Құран адамның сөзі болуы қаншалықты мүмкін? Атеист адам Құранға және Құрандағы кереметтерге сенбегендіктен сіздерге таза ғылыми фактілер мен медициналық дәлелдер арқылы Құранда жазылған нейробиология ғылымын түсіндіріп беремін. Уағызсыз Құран түсіндіремін, парт 15. Құранда Алақ деген сүре бар. Мағынасы ұйыған қан сүресі. Неге сүренің атауы ұйыған қан? Себебі бұл аятта адам баласы ұйыған қаннан жаратылғаны жайлы жазылған. Бірақ бүгінгі тақырыбымыз ол жайында емес. Ұйыған қан сүресінің 15-16 аятында былай делінген: жоқ, егер де ол тыйылмаса, біз оны маңдайынан ұстап сүйрейміз. Өтірікші, күнәһар маңдайынан делінген. Сіздерге түсінікті болу үшін бұл аяттың неге түскені жайлы хронологиясын айтып беремін. Бұл аят исламның қас жауы Абу Жахилге қатысты жазылған. Пайғамбарымызға Абу Жахил қатты агрессия көрсетіп, Қағбаның жанында намаз оқуына тыйым салған кездерде осы аят түскен болатын. Бұл аяттағы ең маңызды деталь, Құдай Абу Жахилдің өзін өтірікші күнәһар демей, оның маңдай тұсын, яғни маңдай шашын өтірікші күнәһар деп айтты. Бұл аятта наусия сөзі қолданылған. Арабшада наусия сөзінің мағынасы бастың ең алдыңғы бөлігі, яғни маңдай тұсы және сол жердегі шаш. Ал енді ғылыми жаңалыққа өтейік. 20 ғасырдың соңында ФМРТ, яғни функциональды магниттік резонанстық томография сияқты технологиялардың дамуымен қатар, ғалымдар адам миының әр бөлігінің өзінің арнайы қызметі болатынын зерттеді. Ал мидың дәл осы маңдай сүйегінің ортасында орналасқан бөлігі префронтальды қыртыс деп аталады. Қысқаша айтқанда, адамның өзінің басқару пульті осы аймақта орналасқан. Адамның агрессия танытуы, мейлі Құдайдың, мейлі конституция ережелерін бұзуы дәл осы
маңдай тұсындағы ми бөлігіне байланысты. Құдай тағала да адамның маңдай тұсын күнәһар деді. Пазылдар орнына қойылып жатыр ма? Бұл жаңалық 20 ғасырда ғана ашылды. Ал 1400 жыл бұрын бұны қандай адам білуі мүмкін? Ал осы аяттың екінші ғылыми жаңалығын айтпастан бұрын подписация етуді және осы видеоны өзіңізге сохранить етуді ұмытпаңыз. Ертең атеист бір адаммен сөйлесетін болсаңыз, айтатын аргументтеріңіз дайын тұрады. Ал осы аяттың екінші кереметі, Құдай адамның маңдай тұсын өтірікші деді. Неге? Шындықты айтқанда адамның миы көп энергия жұмсамайды екен. Дәл қазіргі мен сияқты. Себебі мен шындықты айтып жатырмын. Ал өтірік айту ми үшін өте күрделі. Адам өтірік айтып жатқанда ол шындықты білу қажет. Және ол шындықты жасырып доли секундта жаңа сюжет құрастыру керек. Ғылыми тәжірибелер көрсеткендей, адам өтірік құрастырып жатқанда дәл осы мидың маңдай бөлігі жұмыс жасайды екен. Мен осы уақытқа дейін өтірікті жүрекпен немесе тілмен айтады деп ойлап келген едім. Бірақ Құран келді де ғылыми жолмен дөп қойды. Демек бұл нені білдіреді? Расында Алла шындықты айтқанын білдіреді.